сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен жантақ шөбінің емдік қасиеті жайлы және бұл шөпті қалай қолдану керектігі жайлы мәлімет беріп өтеміз. Жантақ өсімдігінің емдік қасиеттерін халқымыз ерте заманнан-ақ пайдаланып келген. Жантақ шөбінің тамыры да, оның сабағы мен масақтарының да емдік қасиеттері өте мол. Жантақ құрамында С витамині, каротин, эфир майлары, флавоноид, қант, С және К дәрумендері кездеседі. Медицинада жантақтың үстіңгі сабақтары мен жемісін құрғатып, майдалап, дәрілік препараттар дайындайды. Жантақтың іш жүргізетін, несеп айдайтын, тер шығаратын, өт жүргізетін және қабынуға қарсы әсер ететін қасиеттері бар. Жантақ өсімдігінің жапырақтары мен бұтақтарынан жасалған тұнбаны жөтел басатын, бүйрекке, қуыққа тас байланғанда аллергияны және жоқ қылу үшін пайдаланады. Жантақтың тамырынан жасалған дәрілер геморрой түйіндерін, дене сыртындағы жарақаттарды емдеу үшін қолданылады. Сонымен қатар стафилококк, стрептококк, дизентерия кезінде бауыр аурулары циррозында және өт ауруларына, теріде кездесетін экзема, іріңді жараларда қолдану өте керемет әсер береді. Жантақ тамыз айында жаңа гүлдеген кезде жинап алып, қайнатпа дайындап ішеді. Жантақты кіндік тамыр болғандықтан 10 метрге дейін тереңдікте тамыры бойлап жатады. Жантақ өсімдігінің гүлімен қатар тамырында қазып алып, жуып, сабағында тамырында көлеңке, яғни күн көзі тіке түспейтін жерде кептіріп қолдану қажет. Жантақты қолдану барысында давлениесі төмен және ұйқы безінде ауруы бар адамдар қолданбағаны жөн. Себебі бұл шөптің давлениені түсіретін қасиеті бар. Енді бұл емдік қасиеті бар шөпті қалай дайындайды? Соған тоқталамыз. Жантақты құрғатылып майдаланған түрінен 1 шай қасықты 200 мл стақанға демдеп, 10 минут тұндырып, күніне 4-5 рет ішуге болады. Немесе 20 грамм жантақты 300 мл суға демдеп, тұндырып қоямыз. Суытып күтіп отырудың қажеті жоқ. Жай ғана 10 минут жантақтың дәмі шыққанша күтсеңіздер жеткілікті. Дәл осы демделген шаймен тамақты, ауыз қуысын шайып, стафилококк, стрептококк, ангина және тағы басқа ауыз қуысындағы инфекцияларды өлтіріп емдеуге көмектеседі. Жантақ шайын ішу асқазан, өт жолдарындағы қыжылды басып қана қоймай, тамақты сіңіруге көмектеседі. Өт бөлінуін жылдамдатып, жүрек айнуын басады. Дизентерия жағдайында іштің жүруін қалыпқа келтіріп, 1 аптада аллергияңыздың кетуінде үлкен өзгеріс байқайсыз. Бұл дәрілік шөпті аптекада да арзан бағада таба аласыз. Видеомыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, подписация батырмасын басуды ұмытпаңыз. Ауырғанша ауырмайтын жол іздейік. Сіздерге берген кеңесіміз кәдеңізге жарасын.